Так, вроде денем қыздырылды. Так, жаттығу негізі жақсы. Так, жұмысқа аттанайық тез мотыгамды алайық. Ну, все. И кішкене картошка. И так, сәбіз. И кішкене нормальная пшеница. Так, есікті жабамыз и тез барып өзіміздің жұмысымызға кірісеміз. Так, бірінші қатар бізде так картошка. Осы неге біздің жетелдер, жетел не үшін сендер негізі картошка егесіне көп? Так, жайт. Так, мына жақтарда так, мынау өсіресін, мынаны алайық, и жайт бәрін ауыстыр. Так, бұл жаққа енді кішкене пшеница егу керек. Так, пшеница... Жарайды, сендерді да ала салайыншы. Так. Ну, вроде осақ қана болды. Так. Жетел, стоп, тоқташ. Анау не есік бан, и жайт оны сосын тексерерміз. Так, ну, все-таки анау есік. Еще терезесі бар. Так, ну, има немене бәле. Так, еще есік ашылады. Так, ешкім көрген жоқ ода, ну, вроде ешкім. Так, жарайды, ана ешкімге айтпай қойық. Оны жұмысты бітіргеннен кейін талғама. Қайтшы, сосын көреміз жұмысты біткеннен кейін. Так, ну, вроде мына огородтарды бітіп қалдым. Так, жетелдер немене, сендер маған көмектесіп емес, неме шететіп атсыңдар ғой. Так, сәбізді де еге салайық, шатым аз болып қалады сәбіз. Так, мұнда да бір, все болды. Так, енді мына заттарды тез қойып тастау керек. Так, точнее, заттарды дегенде уақытша мотыганы қоя салайық. Иналарды да орнына, так, қылыш ала салайық, все-таки. А вдруг ана жерде вообще бір монстр жүр, или бір бандит. Хей, бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттігіде Батыржан, және де достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен жаңа жұмысымды жасап атып бір има огородың астынан көріп қалдым. Енді вот соны қазір не үшін олай екенін, соны бәрін тексеретін боламын. Және де кім менің огородымның астына вообще үй соқты, соны да білетін боламыз. Точнее, анықтайтын. Ал ендеше достар, өз ісімізге кірісейік. Так, ал ендеше аттандық. Так, только мұнда асықпай кіру керек. Мұна жерде су жоқ, потолок. Логика Майнкрафтта. Мұнда стоп, точно ма? Мұнда пайде так бір кітап, 18, 28 не? Общий 64 стак бар екен. Бұл алмазарды кім қойды? Так, еңбектен. Бұдан көп тапқым келсе орқас. В смысле орқас? Так, стоп, точно орқас деп тұр ма? Орқас. Так, сонда мен жетелдерге немесе біреуге орғазым керек па? Қалай ол сонда? Так, орқас. Может, өз астыма қас көремін. Өз астымнан. Чего? Ой, точнее, не? Мен вообще қайда түсіп кеттім? Немене подвал ма? Что за фигня? Так, достар, біз почему-то мынандай бар неге түсіп кеттік подвалға. Так, міне достар, бізде кітапта бұдан көп тапқым келсе орқаз дейді. Мен басында түсінбей қалдым, сонда мен бірге орғазым керек па деп. Нақты өз астыма қаз көрейін деп шешімді қаздым. И мынандай бір подвалда пайда болдым. Енді только бұл подвалда не істеймін? Бақты бұдан көп тапқым келсе деді. Я. Так, сонда мен типа іздеуім керек. Мына сундықтардың ішінен бір нәрсе. Так, мына аяқтың бәрін қарап шығайық. Так, қайда болуы мүмкін? Так, сонда маған изумруд береді. Мұнда достар мен бір картинамен 53 булыжник тас, бұны несімен? Ну, хотя булыжникті қолдануға болады енді бір керек заттарға. Так, вроде мұнда әзірше ештеңе жоқ. Так, мыналардың бүкіл папиретку бәрін ашып шығайық. Достар, мен әзірше только мына 53 булыжникпен и бір картина. Той, ашылмай қойды ғой. Соларды ғана таптым. Ана мұнда тағы да сондай. Неге мына булыжникпен картина? Мен бұларды не істеймін? Ну, хотя... О май гад.
Достар, мен мында бір нәрсе таптым. Мынау не? Алмаз потолок қонау. Так, инвентарымды кішкене не істейін? Тазалайын. Алмаздардың бәрін мында шақ қойып, керек еместерді мында. Так, алмаз керек. Кітап керек, әлі оқымадық. Так. Аха. Так, мында неше стак? Ё-моё, почти бір сундук қой, только кітап болмаса. Так, инвентарыма все вроде сыйды. На всякий случай енді қылышты тастап кетуге дайынмын. Ой, опа, сыйды. Так, достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біз уже так общий санағанда бір стак алмаз таптық. Ой, точнее, бір сундук. Бірақ та, достар, бұны вообще кім жасады, соны түсінбей тұрғаным. Так, айтпақшы, сундуктарды бәрін до концаға шығайық. Так, аха. Может быть, тағы да осындай табуым мүмкін. Так, давай на... Жарайды, аласайық, керек боқалар. Аха, ремонтқа керек. Все, осыдан басқа жоқ екен. Енді тез аяқтан шығу керек. Так, айтпақшы, біз кітапты оқыдық па, или оқымадық па? Так, соны оқу керек еді, жарадың дейді. Жарайсың, сен бұны таптың, алмаздар сенікі. Я білем, алмаздар менікі уже. Ал, достар, ендеше біз мына жақтан шығайық. Потолок огородының ішінен қазына тауып алдым. Бұл бір қандай күн десем болады, везучий. Так, есті жабайық. Енді мына алмаздарымды бәрін салып шығайық. Так, алмаз емет уже керек емес. Так, бұлар керек, жоқ керек. Бірақ қазір сала тұрайық. Так, аха. Так, енді мотыга. Все, достар, мен уже бүкіл алмаздарды салдым, но кейбіреулері бар, точнее 2 стак. Енді өз жұмысымызды жалғастырайық. Кайф болды бүгін. Так, вроде, так, мына жерде жителдер істеп кеткен бе не? Так, жарайды. Так, суға құлап кеттім. Так, бұлар істемейікші уже. Бұлар жителдер істеп. Ана жақтарды істейік. Уже аяқ уже әдемі өскен. Так, бәрін, истіп жинап тастайық. Так, мына қатар, вроде истіп істеуге болады. Так, уже почти біреуін біттік. Ал, достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сауыңыздар. Айтпақшы, достар, бүгін бізде негізі бұндай күн болады деп ойламадым, но бірақ та біз осыншама алмаз таптық. Ал, достар, мен енді өз жұмысымды жасай берейін. Уже кеш болды. Лучше үйіме барып жатып ұйықтайын қазір жұмысымды біткеннен кейін. Ал, достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп, лайк басуымды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.